Республикалық маңызы бар Атырау-Астрахань тас жолының кезекті құрылысы аяқталды. 277 шақырым болатын бұл жолдың Құрманғазы және Исатай ауданы тұсындағы 80 шақырым жолы халық игілігіне пайдалануға берілді. 3 жыл жарымға созылған құрылыс жұмыстарын Синамидастрой компаниясы жүзеге асырды. Жолдың біздің еліміздің экономикалық дамуына үлкен үлесі бар. Алға қарай бұл жолдың бойында сервистік нысандар дамитын болады. Онда да жаңа кәсіпкерлікті дамытуға, адамдарды қосымша жұмыс орындарын қамтуға және салық базасын кеңейтуге үлкен бұл жолдың үлесі бар. Коридор Ақтөбе, Атырау, Астрахань болып есептеледі. Қазақстанның бір коридор бойынша Ақтөбе Қандыағаш жобасын аяқтауға жақындап қалды. Және Атырау, Астрахань екеуін, екі жобаны осы жылдың аяғына дейін аяқтаймыз. Сонда жоспар бар. Жалпы жобада 2000-нан астам адам жұмылдырылды. Және 1 миллионнан астам тонн асфальт салынды. Қазір таңда абаттандыру және соңғы асфальттың слойын салып жатыр.